Бәріне сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода өте дәмді әрі ерекше болып дайындалатын тағам түрін менімен бірге дайындап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қызып тұрған сұйық майымызға пиязымызды салып, жақсылап қызарғанша қуырамыз. Содан соң туралған етімізді салып, бірге 2-3 минут қызартып қуырып аламыз. Етіміз жақсылап қуырылғаннан соң үстінен сәбіз, болгар бұрышын салып, барлығын тағы да жақсылап 3-4 минут араластырып қуыратын боламыз. Осылай біз подливімізді қуырған сайын өте дәмді болып шығады. Жақсылап қуырғаннан соң томат дәміне қарай тұз салып, араластырып, ең соңында қара бұрыш, қызыл бұрыш және де дәміне қарай түрлі дәмдеуіштерді салып, тағы да араластырып, 400 граммдай суымызды құйып, етіміз сәл піскенше бетін жауып, 40-45 минут күтетін боламыз. Міне біздің уақытымыз өтті, суымыз тартылып, етіміз пісті. Подливіміздің үстінен өз қалауымыз бойынша туралған картопты салып, тағы да суымызды құйып, барлығы жақсылап піскенше бетін жауып, газдың астын жай қойып қоятын боламыз. Келесі рулетіміздің қамырына кірісетін боламыз. Жылы суымызды құйып, оның үстінен бір жұмыртқа салып, 2 ас қасық сұйық майымызды құйып, 1 шай қасық тұзымызды салып, барлығын араластырып, содан соң електен өткізілген ұнымызды қажетіне қарай қосып, қолдың көмегімен қамыр илеп алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің қамырымыз дайын. Осындай қолға жабыспайтын қамыр болу керек. Жар сағатқа демалғанша бетін жауып қоятын боламыз. Келесі начинкасына кірісетін боламыз. Сәбізімізді тазалап жуып, терканың көмегімен өткізіп аламыз. Сковородкамызды қыздырып, сұйық майымызды қойып, пиязымызды турап, салып, жақсылап араластырып қуырамыз. Пиязымыз жақсылап қуырылып, яғни жақсылап өлтіргеннен соң теркадан өткізілген сәбізімізді салып, бірге жақсылап қуырып аламыз. Кішкене дәміне қарай тұз салып, араластырып отырып қуырып аламыз. Міне біз начинкамыз дайын. Келесі қамырына кірісетін боламыз. Өзімізге қажетті 4 бөлікке бөліп алдым. Барлық қамырларымызды кішкене ұнымызды сеуіп, оқтаудың көмегімен жұқалап жайып аламыз. Қамырларымызды жұқалап жайып, үстінен дайын болған начинкаларымызды суытып салып, барлық жағына жайып, 2 қолымыздың көмегімен қамырымызды рулет етіп ораймыз. Дәл осылай барлық қамырымызды жұқалап жайып, начинкамызды салып, видеодағыдай рулет етіп ораймыз. Дайын болған қамырларымыздың барлығын мантаваркамыздың естін алып майлап, қамырларымызды салып алатын боламыз. Алдын ала қайнап тұрған мантаваркамызға дайын болған қамырларымызды салып, 25-30 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне біздің уақытымыз өтті. Рулеттеріміз пісті. Алдын ала суытып,
осындай бөліктерге бөліп алдым. Содан соң піскен подливымызды қойып, кішкене пиязымызды турап салып сәндеп алдым. Тағамыз дайын, өте дәмді болып шықты. Сіздер де үйде дайындап көріңіздер. Егер де видео рецепт ұнаса, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Тағы да көптеген рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Ас болсын!